Нәубеттегі рухилық мейрім шапаат һәм қайырқомлық іләжі Еліқала районында өткерілді. Өзбекстан мұсылманлары басқармасы һәм дін істері бойынша комитетпенен біргелікте өткеріліп жатырған рухилық мейрім шапаат һәм қайырқомлық іләж 12 ноябрь күні Еліқала районында өткерілді. Іләжді Қарақалпақстан мұсылманлары қазияты қазысы Бахрамаддин Дамлы Разып басқарып барды. Еліқала районы Мұхаммад Наурынжони мешітінде өткерілген шөлгімлестіру мәжілісінде Қарақалпақстан мұсылманлары қазиятының басшылары, қала һәм район бас имам хатиплері һәм 2025 жылы хаж зияратына барған зияратшылар һәм мәхәлле бастықлары мұрат етілді. Іләждің тикарғы мақсаты имам хатиптің рухи ағартушылық һәм мешітті басқару бағдарларындағы жұмысын жақыннан үйрену, олар менен біргелікте іләжлар өткеру, оларға әмели жәрдем һәм мәслихат беруден ибарат. Осы мақсатта ісші топар ағзалары Еліқала районының 5 мешіті һәм 19 мәхәллесіне біріктірілді. Ісші топар ағзалары һәм имам хатиплер өздеріне біріктірілген мәхәллелердегі 95 шаңыраққа кіріп, ол жерде жасап атырғалардың хал жағдайларынан хабар алды. Олардың машқалаларын үйренді, пікір ұсыныстарын тыңлап, рухи ағартушылық, үгіт насихатлау һәм әмели жәрдем іләжларын алып барды. Атап айтсақ, ерлі зайып, қайнене келін арасындағы келіспеушілік һәм жанжелдер себепле тыныш болмаған 2 шаңырақ үйреніліп, оларға насихат берілді. Тынышсыздық себеплерін сапластыру, аразласқаларды жарастыру іләжлары көрілді. Жат идеялар тәсірінде болған бір пұқара һәм олардың шаңырақ ағзалары менен рухи ағартушылық сөйбетлер өткеріліп, елімізде алып барылып атырған реформалар, атап айтқанда инсан қадірі ұлылығы хақында сөйбетлесіп, түсіндіру жұмыслары алып барылды. Жазаны орындау мәкемесінен азат етілген бір пұқара менен инсан қадірі ұлылығы мазмұнында сөйбетлесті. 8 ерлі зайыплар арасында ажырасулардың алдын алуға әрекет етілді һәм социалдық жетімліктің жәмиетіміз үшін ұнамсыз ақыбетлері хақында түсіндірілді. 42 кем тәмелленген шаңырақларға азық ауқат өнімлерінен материалдық жәрдем көрсетілді. Олардың арасында оғада жәрдемге мүтаж болғанларының материалдық тәминатынан хабардар болып тұру режелестірілді. Қауендерлерді район кесімінде біріктіру мәселелері көріп шығылды. Ішкілікке берілген 4 пұқара менен ұшырасып, ішкілік іллетінің жаман ақыбетлері. Қадіретларымызда бұл іллеттің мақұл емеслігі түсіндіріліп, саламат тұрмыс тәрізіне қайту бойынша ұсыныстар берілді. Сырт мемлекеттерде уақытынша минет етіп атырған 8 минет мигрантының шаңырақ ағзалары менен сөйбет өткеріліп, діни ағымлар тәсіріне түсіп қалуының алдын алу, рәсми діни деректерге мүрәжат ету бойынша түсіндірілді. Майып һәм науқас пұқаралар жасайтығын 19 шаңыраққа кіріліп, олардан кеуіл сұралды. Емлену һәм дәрі дармақ үшін материалдық жәрдем көрсету ережелестірілді. Сапар давамында 9 жас үлкен нұрани ата һәм аналарымыздың халынан хабар алынып, еліміздің тынышлығы, халқымыздың абаданлығын тілеп дуалары алынды. Сондай-ақ ісші топар ағзалары өзлеріне біріктірілген мешітлерде песін намазын оқып, жиналған қауымге тынышлық һәм қатержамлықтың қадіріне жету, шүкіршілік, жас әулет тәрбиясы, жат идея тәсірлерінен сақлану, миссионерлік, ысырапкершіліктің алдын алу сияқты ахметлі темаларда баянатлар жасады. Іләж давамында Қарақалпақстан мұсылманлары қазияты басшылары һәм бас имамлар Еліқала районындағы мешітлердің әтрапында декоратив һәм өлі терек нәллерін екті. Іләж соңында әмелге асырылған жұмыслар талқыланып, имам хатиплердің рухи ағартушылық һәм мешіт басқаруындағы жұмысларына көрсетпе һәм ұсыныстар берілді. Олардың алдағы жұмысларында әумет тілеп дуа етілді.